Батыржан Кенжетаев атындағы Новонежин орта мектебінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Смагулова Кенжегүл Жансұлтанқызы. Армысыздар, балалар? Дайынбыз бас сабаққа. Қазақ тілі ұлт жаны, сай келейік талапқа. Бармай үйден дайындық, тапсырманыз дұрыс па? Оқымасан уайым ғып, тығылманыз қуысқа. Ойымызды айтайық, білімімізді байқ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ел тарихы, ұлттық құндылықтар. Сабағымыздың мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Ой шеңбері әдісі. Бірінші, құндылық дегенді қалай түсінесің? Екінші, ұлттық құндылықтар туралы не білесің? Дескриптор. Сұрақтарға жауап береді. Тақырып барысында ой қозғайды. Жарайсыңдар оқушылар. Құндылық дегеніміз не? Меймандостық, кісілік, сыйластық, имандылық, кішіпейілділік, салауаттылық, қайырымдылық, ізгілік, еркіндік, өнерпаздық, шешендік, ақынжандылық, сыпайылық, мәдениеттілік, шығармашылдық, рухани байлық, махаббат сынды қасиеттер жатады. Ұлттық құндылық. Адам, тән, жан. Тән, тұрмыс, өркениет, кигіз үй, отбасы, ұлттық киім, тағам, тарихи ескерткіштер, үлгілер. Жан, руханият, мәдениет, тіл, әдебиет, өнер, дәстүр, сөз, сән, саз, ұғымдар. Тапсырма. СМС әдісі. Атамекен, ата жұрт туралы СМС әдісі арқылы бір-бірімен хат алмасыңыздар. Дескриптор. Жаңа ақпаратты пайдалана отырып, сұрақ-жауап құрастырады. Мәтінде диалог құрастыру арқылы көтерілген мәселені талдайды. Хат алмасамыз. Сөйлемдерді екпін қойып оқы. Дескриптор. Сөйлемдерді екпін қойып оқиды. Екпін түрлерін анықтайды. Сөйлемдерді оқимыз. Жарайсыңдар, балалар. Дербес пікір әдісі. Туып өскен жеріңді, ата-бабаларыңның мекенін көркейту үшін не істер едіңіз? Жауабынды өмірлік жағдаяттармен байланыстырыңыз. Дескриптор. Берілген сұраққа жауап жазады, монолог құрастырады. Монолог барысында өмірлік жағдаяттарды қолдануға дайындалады. Жарайсыздар, оқушылар. Тест, интервью. Сұрақ, жауап. Ұлттық құндылыққа нелер жатады? Қазақстан қандай ел? Екпін дегеніміз не? Сұрақтарға жауап береміз. Жарайсыздар, оқушылар. Сұрақтары бар қорап.
Бұл қорапта бүгінгі сабақ бойынша туындаған сұрақтарыңызды жазып, SMS жіберулеріңізге болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.